Бауырсақ ертегісі. Ерте бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: кемпір, қаптың түбін қақсаңшы, елеуішпен елеші, қарны ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші депті. Кемпірі қалақша қолға алыпты, қаптың түбін қағыпты, елеуішпен елепті, табақшаға салыпты. Екі уыс ұн болыпты, қаймаққа ұнды үйлепті, дөңгелектеп алыпты, ақ майға салыпты. Бауырсақты піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суып жатыпты, жатып ойға бақыпты. Қашайын деп осы үйден бір ойға нақ бекітіпті. Жақтаудан түсті сәкіге, сәкіден түсті еденге, табалдырықтан секіріп жетіп барды сенекке. Сенектен сыртқа беттеді, аулаға шығып кетеді. Аулаға шығып алған соң домалап соқпақ жолменен ұзай кетеді. Жол бойымен домалап келе жатса бауырсақ, қарсы алдынан тап келді қолақ қоянақ. Сонда қоян бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін деп. Бауырсақ оған былай дейді: жей көрмей мені қояным, ән айтып берем тыңдағың. Дейді бауырсақ домалап. Жарайды, ендіше айта ғой дейді қоян: менің атым бауырсақ, сарып пістім көңілім шақ. Қаптың түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен иленген, күйдірмей майға пістірген. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қоян сенен құтылу қиын емес бұл маған. Осылай деп бауырсақ домалап кете барады. Аңқау қоян аңқиып тұрып қалады. Бауырсақ зыр домалап жөнеледі. Зыр домалап бауырсақ келе жатса, алдынан сұр қасқыр кездеседі. Ей бауырсақ, мен сені жеймін дейді қасқыр. Сұр қасқыр: мені жемеші, ән салып берем тыңдашы деп бауырсақ әндете жөнеледі. Менің атым бауырсақ, зарып пісті көңілім шақ. Қаптың түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пістірген. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, сенен сытылу қиын емес бұл маған. Бауырсақ ары қарай домалап кете береді. Аңғайып сұр қасқыр жолда қалады. Домалап бауырсақ тағы жөнеледі. Алдынан аю сонда тез келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін депті аю. Жей көрме аю атайым, тыңдашы саған айтайын. Бауырсақ әнін бастайды: менің атым бауырсақ, қызарып пісіп көңілім шақ. Қаптың түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірген майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аю сенен сытылу қиын емес бұл маған. Осылай деп бауырсақ домалап кетеді. Аңқайып аю маймақ жолда қалады. Бауырсақ домалаумен келе жатты. Осылай талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, ол түлкі жылмаң етіп келе қапты. Бауырсақ, домалап қайда бара жатсың деді түлкі. Жол жүріп барамын депті бауырсақ.
Бауырсақ-ау бауырсақ, мен сені жеп қояйын дейді түлкі. Жемеші түлкі, ән салып беремін мен саған. Менің атым бауырсақ, тарпыстым көңілім шақ, қаптың түбін қырнағын, елеуішпен илеген, мақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қияннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да құтылдым. Түлкі сенен құтылу қиын емес бұл маған. Әй, аның жақсы бауырсақ, нашар еді бұл құлақ. Тұмсығыма шығып алып, айтып берші қайталап, дауыстап бір қаттырап, депті сонда қу түлкі. Мақтағанға мәз болды. Тұмсығына түлкінің бауырсақ солай ән салды. Сонда түлкі, тамаша екенінің де, тағы бір рет айтшы тыңдайын, отырып алып тілімде. Бауырсақ түлкінің ойын түсінбепті. Ойланбастан тіліне секіреді. Ап дегенде бауырсақ қу түлкінің аузында әп-сәтте күтіріледі. Мақтаншақтық жақсы емес. Ей балалар, деген оймен бітірдік ертегіні. Сау болыңдар балалар.